Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен итальяндық каннелони дайындайтын боламыз. Бізге осындай арнайы макарон қажет болады, трубочка түрінде. Және де сиыр етінен фарш. Мен уже үстіне пияз турап салып қойдым. Пиязды ұмытпаңыздар. Одан бөлек томат пастасы, немесе помидорды алып езіп, томат пастасын орнына қолдансаңыз болады. Сүт, сливочный маргарин, сыр, ұн, су және де қаймақ қажет болады. Дәміне қарай тұзын, бұрышын салсаңыз. Толығырақ видеоның астына жаза кететін боламын құрамын. Ең әуелі фаршымызды алып, пиязымызды ұсақтап турап салып, тұзын, бұрышын барлығын салып, жақсылап араластырып, бағанағы каннелондарға арналған трубочка макарондарымызды алып, әр қайсысының ішіне салып шығатын боламыз. Осы фарштан мұқияттап салыңыздар, өйткені макаронды сындырып жіберу мүмкін. Әр қайсысына осылай салып болғаннан соң соус дайындауға кірісеміз. Каннелондарға арналған ең әуелі сливочный маргаринімізді алып, ертіп алып, үстіне ұнымызды салып, жақсылап араластырыңыздар. Түйіршік болмау қажет. Ерігеннен соң артынан сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырып, осылай қоюлана түседі. Көріп тұрғаныңыздай томат пастасын қосып, дәміне қарай тұзын, бұрышын, басқа да приправалар болса қоссаңыздар болады. Сонымен соусымыз дайын. Бұл каннелондар духовкада піседі. Ең әуелі осылай макарондарымызды жайып шығамыз барлығын. Одан соң жаңағы соусымызды құйып, жақсылап араларының каждый араларын жабып шығыңыздар, өйткені бір-біріне жабысып қалмас үшін, алған кезде оңай алыну үшін осылай жабып шығамыз. Одан соң бетіне жаңағы қаймақ пен суымызды араластырып құямыз. Бұл каннелондық макарондар суға, соусқа батып тұру керекті. Солай пісу керек. Бетін міндетті түрде пергаменттік фольгамен, бумагымен жабыңыз. Менде осындай многоразовый пергаменттің бумага. Пісуіне 5-10 минут қалған кезде осылай сырды теркадан өткізіп, бетіне сеуіп пісіріп аласыз. Сонымен біздің каннелондарымыз дайын. Дәмі өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпайық. Стиліңіздің сәнін алады. Міндетті түрде жасап қараңыздар. Осылай алған кезде де оңай алынады. Мінекей қараңыздар. Дәмі ерекше болып шығады.